Mine үлкен аталарың осындай ақсақал қария болған деп айтып жүреміз да. Кітап оқып 80 жасында кітап оқуды қоймаған деп. Өзі ақын болған, айтыскер болған деп. Өлең айтсаңызшы. Мен сізді түсіріп алайын видеоға. Өлең айтамын. Неге? Өлең айтамын. Бұрындағы айтатын өлеңдеріңіз бар еді ғой. Жоқ, біреуге бейімді. Маған өлең туралы айтпай қой. Ақын едіңіз ғой? Ақында қалды бәрі. Сөз жоқ. Батаны ойдан шығара беретін ақын едіңіз ғой, тура. Ой, оған да ми керегін ғой. Ми суып кеткен бол, ұстамайды. Ой, қазір айтқан жерде, ой, қазір ұмытып қалып отыр. Оған да көп ми керегін ғой. Ақыл ес керек, ми керек. Ұстап тұратын. Айтылған жерде ұстап тұрады, не керек есе сақтап тұрады. Осы мына құлағынан келсе, мына құлағынан шығып кетпеген сияқты болып тұрды. Қайтып оралмайды. Бір әңгімені айтып отырып, біреудің атын айтайын десе, ол адамның аты ойбай түспейді, елеуде болмаса. Бір атымы керек емес уақытта түседі жағын. Ой, неге түсіп атып деп қояды. Адамның қартаяқасы неше түрлі бола берді ғой. Таба біледі. Арман жоқ. Балдарым бар, үй өзағында жеке үй бәрі бар. Бәрі жетілді.